Баршаңызға қайырлы күн достар. Қасиетті ораза айының 11-ші күніне арналған ас мәзірді ұсынамын. Өте дәмді болып шығатын ірімшіктен жасалған сорпаны жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осылай кастрюлемізге майымызды құйып аламыз және де алдын ала туралған пиязымызды қуырып шығамыз. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін, аздап қызарғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Бір ас қасық томат пастасын салып жақсылап араластырамыз. Кейіннен алдын ала туралған картопты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай өздеріңіз қалауынша қара бұрышты, басқа да дәмдеуші салсаңыздар болады. Және де тұзды салып, біраз бетін жауып қоямыз. Яғни біраз бұқтырылу керек. Кейін 5 минуттай бұқтырылып болғаннан кейін үстіне суын құямыз. Менде сәл видеоға түспей қалыпты бұл жері. Енді біз бұл жерде фрикадельки дайындаймыз. Мен бұл жерде алдын ала тартылған жылқының етіне аздап ұсақтап тұрған пиязды, қара бұрышты және сұйық майды қойып барын жақсылап араластырамыз. Енді бұл жерде фрикаделькімен дайындап қойдым. Сорпамызды біраз қайнатамыз. Картошкам піскеннен кейін бірақ фрикаделькімізді саламыз. Фрикаделькін бәрін салып болғаннан кейін осылай біз ірімшігімізді, яғни плавленый ірімшігімізді саламыз. Менде бұл жерде 200 грамм. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Және 5 минуттай қайнатамыз. Сонымен сорпамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Енді салатымызды дайындаймыз. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Ешқандай оливьен де керек емес. Алдын ала қайнатылған сәбізімізді турап шығамыз, картопымызды турап аламыз. Жұмыртқамызды ұсақтап турап аламыз. Және де біз бұл жерде колбасаның орнына, шұжықтың орнына сүрленген тауық етін қолданамыз. Бұршақты салып, үстіне майонезді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады.